Қытай Халық Республикасы, Шинжаң өлкесі, Санжы облысы, Фукан қаласы мен Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласынан келген қандастарымыздың үндеуі. 2016 жылы тамыз айында Шинчжуангоның Шинжаң Уйғыр автономиялық райондарына жаңа секретарлығына тағайынданып келуімен 2017 жылы қаңтар айынан бастап Шинжаңдағы жергілікті ұлт боп саналатын қазақ, ұйғыр, қырғыз, моңғол, татар, тәжік, өзбек қатарлы ұлттардың азаматтық құқығы аяусыз аяқасты тапталып, салт дәстүрлерін және ұлттық ана тілдері шектелінді. Сонымен қатар мұғалімдер, кәсіпкерлер, қоғам белсенділері, зиялылары еш себепсіз жаппай қамауға алынды. Қытай билігінің оларды тұтқындаған басты аталмыш себептері Қазақстанда туыстары болғандығы, Қазақстанмен сөйлескендігі, шетелдегі сапарлай шыққандығы, азаматтардың WhatsApp пайдаланғаны, басқа да қисынсыз сылтаулары мен заңдық негізі жоқ жалалар. Бұндай айыптаулар әлемнің ешқандай бір елінде қылмыс деп есептелінбейді. Олар және де Қытайда жоспарлы туыт саясатының тоқтағандығына қарамастан, жүкті әйелдерді артық бала сүйдің деп жасанды түсікпен балаларын түсіртіп жатыр. Қазір Қытайда тұрып жатқан жоғарыдағы аталмыш ұлттардың азаматтарын мейлі Қазақстан азаматы болсын, Қытай азаматы болсын, бәрінің паспорттарын тартып алып, олар Қытай Шинжаң Уйғыр автономиялық районының тұрғылықты райондарынан басқа жерге еш жерге шығара алмайды. Бұл ешқандай халықаралық заңдарға, Қытайдың өз заңына да мүлде сай келмейді. Саяси тәлім-тәрбие орталығы деген әдемі атпен аталған, шындыққа келгенде 21 ғасырдың фашистік лагеріне қамап тастады. Шын мәнінде бұл лагер Екінші дүниежүзілік соғыс негізінде нацистік Германияның еврейлерді аяусыз қинап өлтірген концлагеріне ұқсайды. Бұл концлагерлер ең соңғы технологиямен жабдықталған. Ішінде озық техникалық камералар орнатылған. Адамдардың биологиялық мәліметтерін жинайтын ДНК аппараты қатарлары бар. Бұл деректер туралы осыған дейін концлагерден босап шыққан Қазақстан азаматтары әлем медиасына әшкерелеген болатын. Олардың өз көзімен көрген дәлел факты бойынша әр күні көптеген адамдар өмірінен айырылатын және де аяусыз қинауларға тап болатынын, адамдарға биохимиялық тәжірибе жасайтындығы анықталды. Олардың жейтін тамақтарына дәрі-дәрмек салынған. Шинжаңдағы жергілікті ұлттар қоныстанған әрбір аудандарда крематорий, яғни адам сүйегін өртейтін заводтар салынған. Жерленген жағдайда қастандықпен адам қолынан қайтыс болған адамның мәйітіне туыстарын 5 жылға дейін жолатқызбайды. Себебі 5 жыл ішінде мәйіттің бойындағы химиялық дәрілер өз құнын жояды. Концлагерден шыққандардың ерлердің белсіздік, әйелдердің етекірі тоқтауы салдарынан бала сүю қабілеттерінен айырылған. Бұл деген нағыз геноцид. 13 жастағы баладан 90 жастағы қарттарға дейін жинап алынған 15 шаршы метр келетін бір тар бөлмеде 40-тан астам адам жатады. Адамдарда ешқандай санитарлық жағдай жоқ. Фашистік концлагер екенін дәлелдеген болатын. Концлагерден босап шыққан кей адамдар психологиялық және физиологиялық жағынан ауыр зақым көргені себепті олардың қалпына келуге мүмкін болмайтынын көрдік. Қытай тек Шинжаңдағы жергілікті ұлттармен қоса Қазақстан азаматтарынан алған экс-Қытай азаматтарында тұтқындап, халықаралық заңдарды өрескел бұзып отыр. Біз Қытай билігінің бұл тәлім-тәрбие орталығы деп аталатын, бұл лагердің Шинжаң өлкесіндегі жергілікті ұлттардың толығымен жойып жіберетін фашистік концлагер деп анық айта аламыз. Лагерге қазірге дейін қамалған қазақтардың саны 500 мыңнан асады. Қытай билігі жаппай тұтқындап, қазірге дейін қамалған жоғарыдағы ұлттарды жер бетінен түбегейлі жойып жіберетіні анық болып тұр. Қытай билігі өз ата заңына жазылған адам құқықтарын аяқасты етуімен бірге халықаралық адам құқықтары жөніндегі Вена адам құқықтарының келісімін аяқасты етіп берген уәделерін орындамай отыр. Бұл ең күшті ел есептелетін Америка құрама штатынан, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінен, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссарларының бас комиссары Мишель Башлет ханымнан Шинжаң Уйғыр автономиялық районының нақты жағдайларды тексеруіңізді өтінеміз. Дональд Трамп мырзадан
әлемнің жаңа тәртібін орнатуыңызды, еркін мен елдердің құқығын сақтап қалуыңызды және де оны қорғау, қолдау үшін әрекет жасай алатыныңызға сенеміз. Бүгін біз Қытай Халық Республикасының Шинжяң өлкесі Санжы облысы Фукан қаласы мен Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласынан қоныс аударған бір топ азаматтар Қытай билігі жағынан еш себепсіз фашистік концлагерге қамалған, құқықтары тапталған туыстарымызды шартсыз дереу босатып, еркіндікке шығарып, Қазақстандағы отбасына тезірек оралуын талап етеміз. Біріккен ұлттар ұйымы, тәуелсіз комиссиясы, BBC, Washington Post, Wall Street, Associated Press қатарлы халықаралық ақпараттық медиаларының бір апта ішінде Жабық болған Көктоғай ауылына келіп тексерулеріңізді сұраймыз. Ол жердегі жағдай өте мүшкіл. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.